Амастырма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Сутек атом бірінші бор орбитасына электронның импульсын анықтаңдар. Енді импульстың формуласын жазып қояйық. P тең болады М көбейтілген В. Енді электронның массасын береміз, сонда бізге жылдамдықты тапсақ болды ғой балалар. Ол үшін балалар стационар орбитадағы формуланы жазып қояйық. М В тең болады Н H штрих. Бұл шарт бойынша балалар стационар орбитадағы электронның импульс моменті Планк тұрақтысына еселік дискретті мәнге ие болады деген сөз екен. Яғни бүтіндей мәнге ие болып отырады. H-тан 1 есе, 2 есе, 3 есе, 4 есе артық мәнге ие болып тұрады екен. Енің мәні сонда бізде бірінші орбита, екінші, үшінші арқаты кете береді екен. Енді біз бұл жерде балалар міне біздің электронымыз балалар шеңбер бойымен қозғалысып тұр, оған центробетарлық жүдеу беріп тұр. Центробетарлық жүдеу кулон күші, яғни кулон күшін жазамыз. F кулон күші центробетарлық жүдеу беріп тұр. МА центробетарлық жүдеу беріп тұр. Енді кулон күшінің формуласын білеміз. Кулон күшін KZ E квадратты бірден жасарайыз балалар. Бөлінген R квадрат. Бұл біздің төртінші формула. Бұл жерде бізде тағы не жоқ болып тұр. Центробетарлық жүдеуді білеміз. Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалатын центробетарлық жүдеуі V квадрат бөлінген R. Сонымен 5-ті 3-ке қояйық. F кулон күші М V квадрат бөлінген R болды. Енді 6 мен балар 4-ті теңестірейік, жазып қояйық балар. 6 мен 4-ті теңестіреміз. Сонымен М V квадрат бөлінген R тең болады KZ E квадрат бөлінген R квадрат. Бұл жерде балар Z дегеніміз электрон саны ғой, зарядтың саны. Бұл біздің 7-ші теңдеу. R квадрат пен R квадрат қысқартып жіберейік. Осы жерден R-ді өрнектеп шығарып алайықшы балар. Сонымен М V квадрат тең болады KZ E квадрат бөлінген R қалды. R-ді өрнектеп шығарайық балар. R тең болады KZ E квадрат бөлінген М V квадрат болды. Екінші теңдеуден балар R-ді өрнектеп шығарып алайық. Екінші теңдеуден. R тең болады Н Планк тұрақтысы H штрих бөлінген М В болады. Бұнда теңестіре салайық. Теңдіктің сол жағы тең, оң жағдай теңдеп жазуға болады екен. Сонымен KZ E квадрат бөлінген М V квадрат тең болады Н H. Еніміз H-қа қосақ кетті балар. Достар жазайық. Н H штрих бөлінген М В. М В бұл біздің 10 бірінші теңдеу болсын. Нарда қысқартып жіберейік. М-ні қысқартып жіберейік, сонда В қалды бізде. Қалған жазайық. KZ E квадрат бөлінген В не қалды ғой дейме болар. В тең болады Н H штрих 12. Осы жерден жылдамдықты тауып алайық. Өйткені импульс табу үшін бізге жылдамдық керек болып тұр ғой балалар. Өйткені масса тұрақты. Сонымен V тең болады KZ E квадрат Н H штрих. Бұл 13. 13-ті бірге қоямыз. Сонда импульсының формуласы М KZ E квадрат бөлінген Н H штрих болды. Бұл 14. Орны қойып есептеу ғана қалды. П тең болады. Электрон массасы балар. Белгілеген жоқпыз, соны түсінікті болды. Бәрібір. 9-10 білеміз. 9-10-1, 10-31 дәресі килограмм. Көйтілген К-мыз 9 көйтілген 10-9 дәресі ньютон көйтілген метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Зетіміз 1 жазбай қойық.
1,16 10'un minus 19 derecesi kulonun kvadratı bölüngen орбита birinci орбита onda жазбай koyak. Aştırığımız 1,055 10'un minus 34 derecesi joule bölüngen sekund. Sekund birligin çıkarıp көрейік. Кулон квадрат пен кулон квадрат қысқарсын балар. Жол деген килограмм көтілген метр квадрат секунд квадрат. Сонда жолымыз алдымен балар сонда килограмм көтілген метр квадрат секунд квадраты мынарда килограмм көтілген метр бөлінген секунд қалай өткен ньютонмен қысқарып кетеді. Сонда бірлігі шықты балар. Килограмм көтілген метр бөлінген секунд. Енді оны өздеріңізді асықпай шығара саласыздар. Жолды ғана аша саласыздар, басқа ештеңе жоқ. Дәрежесін шығарайық балар. Минус 34. Үстіге шығады плюс 34. 40, 43 болып тұр. Плюс 43, 38, 38-ге 31-ді қосамыз. Отыз сегіз қосу 31 69. Енді 69-дан 43-ті алып тастаймыз балалар. Аламыз 43-ті минус 26 дәрежесі шықты. 10-ның минус 26 дәрежесі шықты. Енді коэффициентпен ғана жұмыс істеу қалды, балалар. 1,16 көбейту 1,16 көбейту 9 көбейту 9,1 бөлу 1,055 1,055 198 200 деп ала салайықшы балар. 200. Сонда мынарда 2 нөл кетіп қалады. 2 10-ның минус 24 дәрежесі жазайық сонда. Сонымен жауабын жазып қояйық. 2 10-ның минус 24 дәрежесі килограмм көтілген метр бөлінген секунд болды. Потім болады импульсымыз 2 көтілген 10-ның минус 24 дәрежесі килограмм көтілген метр бөлінген секунд. Берілгенде балар жолды ашсаңыздар болды, басқа ештеңе жоқ. Жауабымен дұрыс шықты. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.